Бесінші мысалды қарастырайық. Бізге екі прогрессия берілген, олардың 101 мүшесі бар дейді. Осы прогрессияның ортақ мүшелер саны дейді. Яғни мүшелері тең болып келетін сандарды табуымыз керек. Бірінші прогрессияға қарайтын болсақ, біз бұл жерде 6, 9, 12. Яғни 6-ға 9-ның арасында 3 қосылып жатыр бұл жерде. Бір сан қосылып жатыр. 9-ға 3 қосса 12. Ал мына екінші прогрессияны қарайық. Бұл жерде 3-ке көбейтіліп жатыр. Сонда мына бірінші прогрессиямыз арифметикалық прогрессия, екінші прогрессиямыз геометриялық екенін біліп аламыз. Енді бізге мынандай нәрсені байқауға оңай. Арифметикалық прогрессия жай өседі геометриялыққа қарағанда. Геометриялық өте тез өседі, өйткені ол көбейтіле береді, еселеп көбейтіліп кетеді. Сондықтан біздің мына арифметикалық прогрессиямыз ол мәндері кішілеу болады мына геометриялыққа қарағанда. Сол үшін біз геометриялық прогрессияның, арифметикалық прогрессияның 101-ші мүшесін тауып алсақ жеткілікті. Өйткені біз геометриялықтың 101-ші мүшесін есептей алмаймыз. Өйткені ол 101 дәрежені есептеу қиындау болып кетеді. Біз қазір мына жерден арифметикалықтың 101-ші мүшесін есептесек жеткілікті. 101-ші мүшесінің формуласына салам. А1 плюс 100-ді. Бірінші мүшеміз біздің 6-ға тең арифметикалықтың. D бізде қарасаңыздар 6-ға 9 арасында 3-ке айырымы 3-ке тең. Сондықтан D-ның орнына 100 көбейтілген 3-ке 100 көбейтем 300, 300-ге 6-ны қоссам 306. Яғни арифметикалықтың 101 мүшесі бар деді, оның яғни 101-ші мүшесі 306-ға тең екен. Сонда ол мынандай болып бітеді. 12 осылай кетеді, 101-ші мүшесі 306. Енді арифметикалықты осымен шектеп жазайық, қараңыздар. Мынаны мен біртіндеп жазып шығайын. Бірінші мүшесі 1-ге тең геометриялықтың, екінші мүшесі 3-ке тең, үшінші мүшесі 9-ға тең, төртінші мүшесі, яғни 9-ға 3-ті көбейтем 27. Бұдан кейінгі мүшесін табу үшін 27-ге 3-ті көбейтем 81. Кейін 81-ге 3-ті көбейтем 243. Енді бұны 3-ке көбейтетін болсам, бұл 306-тан асып кетеді. Сондықтан біз 306-тан аспауымыз керек. Өйткені бізге сұрақ қойғанда екеуіне ортақ мүшелер деген. Сол үшін осы жерден шектеймін, 306-тан асып кетпеу үшін. Енді бізге ортақ мүшелер қараңыз, мынау 6-тан басталады. Бізге ең бірінші ұқсастары 9 болып тұр міне. Сонда 9, ары қарай мына ішінде 27-лер бар. Мына прогрессияны қарасаңыздар сіздер, 3-ке бөлінетін сандарды қарастырып жатыр. Мынау енді 3-тің дәрежелері болып тұр. Сонда бізде мына осы сандардың барлығы арифметикалық прогрессияның ішінде бар. Сонда ұқсас мүшелерінің саны екеуінде 1, 2, 3, 4. Яғни 4 ұқсас мүшесі бар. Бұл өте оңай шығарылатын есеп. Яғни жауабында ұқсас мүшелер 4-те. Олар яғни ұқсастар 9 арифметикалық прогрессияда да бар, 27 арифметикалық прогрессияда да бар, 81 де бар, 243 де бар. Сондықтан мына жерге жазып қойдым. 4 ұқсас мүшесі бар. Міне.